Барлықтарыңызға қайырлы күн достар. Бүгінгі видеомызда біз осындай шторды тігуді үйренеміз. Бізде жай ғана темір карнизаға ілінген перде. Міне сіздерге осының қазір қалай тігілетін жолын көрсететін болам. Бізге осындай шторға арналған лента қажет. Және өзімізге ұнаған түстегі шашақ керек болады. Мен ақ түсті партеран материалын таңдадым. Міне осының қазір шетіндегі қройларын қырқып тастайтын боламын. Шетіндегі қройларын қырқып алып тастасаңыз, тігісіңіз тегіс, әдемі болып шығатын болады. Енді перденің шетінен бастаймыз. Бірінші шашағын тігуді көрсетемін. Мен мына материалда оң бетін теріс қаратып, соның үстіне шашақты тігіп жатырмын. Мына теріс бетінен шашақты қойып шығып, тігіп шықтым. Енді пердемізді оң қаратамыз. Оң қаратып алып, міне шашағымызды қайырамыз. Және бір тігісін жүргізіп шығатын боламыз. Сол кезде теріс бетінен қарағанда бір ғана тігіс жолы көрінетін болады. Егер сіздерге менің видеом ұнаса, лайк басып, әлі тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, түсінбеген жерлеріңізді комментарияға жазып, бұдан да қызық видеоларды жіберіп алмау үшін қоңыраушаны басып кетулеріңізді сұраймын. Енді екінші бөлігін тігеміз. Оны да 2 сантиметрге қайырып тігіп аламыз. Екі шетін тігіп болғаннан соң астыңғы бөлігін тігеміз. Астыңғы бөлігін 2 сантиметрге, болмаса 3 сантиметрге қайырсаңыздар да болады. Тырысып қалмау үшін мен қолмен бастырып, тартып тігіп жатырмын. Енді үстіңгі бөлігіне көшеміз. Мен лентаны үстіне қойып, 2 сантиметр шеткі жағынан қалдырдым. Өйткені ілгекті ілген кезінде әдемі болып шығатын болады. Міне 2 сантиметр қалдырдым. Осылай бір тігіс жүргізіп шығамын. Бір тігісін жүргізіп, бергі шетіндегі тігісті де екінші қайталап шығыңыз. Дәл осылай екінші пердені де тігіп шығасыз. Тігістеріңізді жатқызып, үтіктеп алыңыз. Енді пердеміз дайын болды. Міне мен қазір пердені іліп қойдым. Төбесінде міне пердені ілген ілгектер көрінбей тұр.